Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қазіргі таңда сәнге айналған, кішкентай балаға арналған түйреуіш жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар: жіңішке жилка, лента керек, моншақ түстес түйреуіш керек, 4 штук моншақ қажет болу керек, шырпы және әріптер, сәндейтін подвескалар және плоскогубцы міндетті түрде қажет болады. Ең алдымен жилкамызды 2 қабаттап, түйреуішіміздің соңғы жағында тұрған домалаққа жақсылап байлап аламыз. Байлап алдық. Енді оған бірінші колпачогымызды өткіземіз. Бұл колпачок моншағымызды әдемі етіп көрсету үшін. Моншағымызды, тағы да екінші моншағымызды, енді екінші колпачокпен 2 моншағымызды жабатын боламыз. Енді әдемілік үшін мен әріптерге қоса жұлдызды таңдадым. Енді баланың атын, әріптерін тізіп шығамыз. Әріптерді тізу барысында түйреуіштің оң терісіне мән беріңіздер. Баланың атын тізіп шықтық. Енді қайтадан дәл жаңағыдай колпачок, 2 моншақ, қайтадан колпачокты салып, түйреуіштің соңғы жағын жақсылап байлап бітейтін боламыз. Жилканы міндетті түрде 2 қабат қылып алыңыздар, үзіліп кетпес үшін. Міне соңғы жағындағы домалаққа мықтап байлайтын боламыз. Қайта мықтылап байлап, артық жерін кесіп тастап, шырпымен жилканы күйдіріп басып тастаймыз. Моншағымыз дайын болды. Енді кішкентай кольцоңызға подвескалар ілеміз. Өзіңізге ұнаған, ұл болса ұлдың суретін, қыз болса қыздың суреті бар кішкентай подвескаларды ілетін боламыз. Әркім өз қалауынша сәндесе болады. Көз моншақтар ілуге болады бос орындарға. Енді осы түйреуішіміз нәзік әдемі көріну үшін жіңішке лентамен ұшына бабочка жасайтын боламыз. Бабочкамыз жасадық, артық жерін қиып тастап, шырпымен лентасы сөгіліп кетпес үшін шырпымен ұшын күйдіріп тастаймыз. Бұл ыстық клеймен кішкене жемшөпті жабыстырдым. Бұл әдемілік үшін өз қалауларыңызша негізі бұны байламаса да болады. Міне лентамызды күйдіреміз. Міне осындай
әдемі түйреуіш дайын болды. Өз қолдарыңызбен жасап, кішкентай балапандарымызды қуантайық. Назарларыңызға көп рахмет. Менің видеом ұнаса қолдап қойыңыздар.